науқасқа тез жәрдем келімінде кеңешекен үй шарайтында қандай жәрдем көрсетеміз? Бірінші, науқасты қауіпсіз жерге жатқарамыз, атраптағы қатты нәрселерді алып тастаймыз. Кейін науқастың құсы һәм сілекейі демалу жолына кетіп қалмау үшін науқасты бір қапталап жатқарамыз. Одан кейін басының астына жұмсақ нәрсе қоямыз. Науқастың қысып тұрған киімдерінен босатамыз һәм демалуын тыңлап көреміз. Науқас өзіне келгеннен кейін науқасты жалғыз қалдыруға болмайды. Һәм оған тезлікпенен ауқатлық затлар беруге һәм болмайды.